Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге кешкі асқа жайма тағамының рецептін ұсынамын. Жасап көріңіздер. Алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ыдысқа су, жұмыртқа, тұз салып, жұмыртқа мен тұзымызды жақсылап араластырып аламыз. Үстінен електен өткізілген ұнды салып, қолымызбен қамыр илейміз. Барлық ұнды салып жіберуге болады. Қалған ұнды салып, ары қарай илеуді жалғастырамыз. Міне достар, біздің қамырымыз осылай жұмсақ болып иленеді. Иленген қамырды үстелдің үстіне 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Ары қарай біз салмасын дайындаймыз. Етті алып пышақпен кесеміз. Етіміз біздің қатты үлкен емес, орташа өлшемде кесіледі. Міне достар, осылай кесіп алыңыздар. Барлық етімізді кесіп дайындап аламыз. Ары қарай отымызды жағып, қазанымызға май құйып қыздырамыз. Қызғаннан кейін етімізді салып, қуырып аламыз. Етті қуырып болғаннан кейін 5 минутқа қоя тұрамыз. 5 минуттан кейін тағы да етімізді қуырамыз. Етіміз біздің жақсы қуырылса, жақсы пісетін болады. Осы аралықта пиязымызды турап алып, етімізге қосамыз. Пиязды осылай турап алыңыздар. Міне қуырылып тұрған етіміздің үстіне пиязды салып, жақсылап араластырамыз. Пиязды да 5 минуттай қуырып, ары қарай салатын капустамызды тураймыз. Яғни орам жапырағымызды міне видеодағыдай етіп турап алыңыздар. Турап алған орам жапырағымызды да еттің үстінен салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы аралықта қызанақты тураймыз. Міне видеодағыдай турап алыңыздар. 2 бөлікке бөліп, ары қарай тағы да 3 бөлікке бөліп, қызанағымызды дайындап аламыз. Қызанақ турап алғаннан кейін қазанға салып араластырамыз. Бұл жерде көп араластырудың қажеті жоқ. Кішкене 2-3 минут араластырғаннан кейін ары қарай үстіне дәмдеуіштерді қоса бастаймыз. Бірінші кезекте мен паприка салдым және тұз, қара бұрыш салып, араластырып, үстінен су құйдым. Достар, видеоға мұқият қараңыздар. Суды еттен асырып құямыз және қақпағын жауып, қайнағанша қойып қоямыз. Қатты отта қайнатып алып, ары қарай баяу отта етіміз піскенше қоямыз. Қамырды алып, дөңгелек етіп жайып аламыз. Достар, осы жерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қамырды оқтаудың көмегімен ауыстыра отыра жұқа етіп жайып аламыз. Жұқа етіп жайып алған қамырымызға сұйық май құйып, қолымызбен немесе щетканың көмегімен жағып шығамыз. Барлық жеріне біркелкі жағып, оның үстінен туралған укропты себеміз. Барлық жеріне укроп сепкеннен кейін, міне видеодағыдай пышақтың көмегімен ұзынша етіп кескіндер жасап аламыз. Видеоға мұқият қараймыз, достар. Қалауларыңызша 4 бұрышты етіп, кішірек етіп, жайып кесіп алсаңыздар да болады. Ең бастысы қамырымыз біздің жұқа болуы қажет. Міне осы жерде мұқият қараңыздар. Қамырымыздың формасын жасау үшін қамырдың бір ұшынан екінші ұшына қарай осылай бір-біріне біріктіріп дөңгелетіп шығамыз. Міне сіздерге тағы бір анықтап көрсетейін. Өте оңай жасалынады. Міне біздің қамырларымыз дайын. Етіміз піскеннен кейін қазанымыздың қақпағын ашып, араластырып, қамырды үстіне орналастырып шығамыз. Міне видеоға мұқият қараңыздар. Барлық қамырымызды қойып шығамыз. Міне достар, осылай болады. 30 минутта қақпағын жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Міне 30 минуттан кейін суы тартылып, қамырымыз толықтай пісіп шығады. Ыдысқа салып, жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Қамырларымыз сұйық май жаққаннан кейін бір-біріне жабыспай,
бөлек-бөлек болып тұр. Міне ыдысқа салып алғаннан кейін ортасына салмамызды саламыз. Тағамды қалаларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай ортасына салмасын салып, бетіне әсемдік ретінде петрушка сеуіп, жақындарыма ұсындым. Астарыңыз дәмді болсын.